Jamal and Ganja. Сәлем көрермен, не әңгіме подкаст шығарылымының ерекше форматы. Бұл жолы біз кітапханада емес, еңбек адамдарын өз жұмыс орындарына барамыз. Себебі жұмысшы мамандық иелері біздің күнделікті өміріміздің негізі, қоғамнан тірегі. Олардың еңбегі көзге көрінбеуі мүмкін, бірақ әсері үлкен. Бүгін сол адамдардың әңгімелерін бірге тыңдаймыз. Өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Аты жөнім Жасаров Серікбай Алексеевич, туған жерім Российская Федерация, Алтайский край. Хайдарова Марала Железовна, родилась в Иртышском районе Павлодарской области, выросла в Бельярдском районе. Закончила школу здесь, поступила в Алматинский техникум связи в 1986 году. Закончила его и с тех пор работаю в связи. Бердімұрат. Мен осы мектепте 1995 жылдан бастап жұмыс істеп келе жатырмын. Аққулы ауданында ауылында тұрамын. Менің есімім Серік Албакир Ерқанатұлы, Бесқарай ауылының тұрғынымын. Осы қазір Аққу сервис организациясында жұмыс жасаймын, инженер болып. Бұл мамандыққа қалай келдіңіз? Свою трудовую деятельность в Казахстане я начал в 1993 году. Работал в Лебяжинской средней школе, потом работал в этом ФОК. То получилось так, пришел в это предприятие в 2009 году, до сих пор тружусь здесь. Это 16 лет будет. Работаю уже почти 35 лет, можно сказать, с лишним. Работа мне нравится, но я считаю, что сейчас без связи никуда. Всем нужна связь, интернет нужен. Я работала и техником, и телефонисткой, и телеграфией работала, оператором, и кроссовым оборудованием в последнее время работаю. 95 жылы осы Лебяжі ауданына көшіп келдім. Келіп осында жұмысшы болып қабылданды. Бір жыл жұмысшы болып осы мектепте істедім. Одан кейін бір жылдан кейін мектеп басшысының бұйрығымен мені осы шаруашылық басшылығына қабылдады, өзіне көмекшілікке. Содан 6 жыл жұмыс істедім осында. Одан кейін денсаулығыма байланысты осы күзетке қайтадан жұмысқа ауыстырдым. Су және жылу жүйесінде инженер болып жұмыс жасаймын. Осы салаға 3 жылдан астам болып келгеніме, басында күзетші болып орналастым жұмысқа. 2023 жылы қаңтардың 26-сынан бастап, артынан слесарь болдым. Әрбір жарты жыл сайын қызмет жұмысым өзгеріп отырды. Күздің кезінде сол жылы инженер болдым. Сосын әрбір жаңа айтқандай 24-те сәуір айында зам директор болып жұмыс жасадым. Қазір енді инженер болып жұмыс жасаймын, нақты. Бір жұмыс күніңіз қалай өтеді? Трудовой день у нас начинается с 8:00. Приходим на работу, проходит планерка, руководитель проводит планерку, выдает задание. И мы начинаем выполнять свою обязанность, работу. Мне эта работа по душе нравится. Коллектив хороший у нас, сплоченный, дружный. Рабочий день у нас начинается в 8:30 до 17:30. Приходим, у нас планерка, распределяет начальник, кто
возможность, кому нам надо дать, красировать коммуну, кого закрасировать, кого раскрасировать. И сейчас в основном больше работы у нас все по компьютеру. Жұмыс бабы сағат 6-тан бастап таңғы 8-ге дейін осы жұмыста боламыз. Түнгі уақытта енді мектепті байқап отырамыз. Аралап, кәтені жаққа барамыз. Жылу жүйесін бәрін бақылап, сыртқа шығамыз. Мектепте қандай жағдай болса да барлығын бақылап отыруға тырысамыз. Жұмыс уақыты бізде таңғы сағат 8-ден басталады, кешкі 6-ға дейін. Ортасында обед үзілісі болады, түскі үзіліс 12-ден 2-ге дейін. Енді күндізгі біздің бір күндік тәртібіміз әртүрлі өтеді. Кейбір кезде осылай кабинетте қағаздармен айналысып отырамыз. Кейбір кезде қырда жүреміз. Бізде өзімізде 18 участок бар, су құбыры. Сол бәрі біздің қол астымызда, осы Аққу сервисінің қол астында біз жауаптымыз. Кейбір кезде болады авариялар, жүйелер істен тыс шығып, бір нәрселері сынып қалады. Осы қасында 4 слесарь жігіттерім бар. Солар бір бригада болып, бірге шығып, Аққулы ауданының су жағынан жүйесін жөндеуге тырысып жүреміз. Енді күн тәртібіміз солай өтеді. Кейбір кезде болады, бізде орысша айтқанда ненормированный день, күндіз кешке дейін жүріп қаламыз жұмыста. Әртүрлі болады. Жұмысыңызда есте қалған қызықты немесе ерекше сәт бар ма? Я вот помню один незабываемый момент, когда при сильной грозе у нас произошла крупная авария на подстанции. И все мы там трудились и день, и ночь. И когда подали напряжение, жители были довольны. Вот это у меня незабываемое воспоминание. У нас кросс считается, как можно сказать, сердцем этого. Станционная вся сторона вот с этих вот оборудований приходит сюда у нас. Отсюда мы потом подаем вам интернет. С интернета уже с рамок, это уже абоненты, где у нас сидят. Каждому уже можно сказать на ящик, а с этого ящика уже по улицам майдер подают людям уже каждый в дом. Ал енді 95-96 жылдар енді Қазақстанда өздеріңіз жақсы білесіздер, өте қиын жағдай болған. Мына мектебімізде болғанда су мәселесі өте қиын. Ол кезде суды мына ертістен тасып ішетінбіз трактормен. Сол кезде үлкен Ақсақал Дүкенбай деген ата болған. Түннің қай уағында барсаң да ол кісі жоқ деп айтпайтын. Ол кісі екеуміз ертістің жағасына барып суға алып, қарға отырып қалатын жағдайлар күні-түні осында жұмыс істейтінбіз. Сондай қилы замандар болған. Біздің жұмысымызда есте қалатын қызық, ерекше сәттер көп. Біздің әрбір күніміз бір трагедия және комедия ғой, аралас. Ең алдымен біздерде құбырларда су құбырын жүйесінде повреждениялар болған кезде оларды ең алдымен тауып аламыз. Сосын оның түбіне жетіп, жерді қазып дегендей орындарын құрғатып, артынан мысалы пайыттайтын жер болады, желімдейтін, болат саркелейтін. Солар бәрін өзімізде мына жаңа алдында айтып кеткендей жігіттеріміз бар. Біреулері сварщик, біреулері су жағынан жөндейді. Азаматтар өз жұмыстарын жақсы біледі, жақсы атқарады. Енді былай айтатын болсақ, болады кейбір сәттерді, жаңа айтқандай комедия, кейбір кезде болады, топырақты қазып жатып экскаватор, су құбыры көп шығып жатса, су ана топырақ ішіне түсіп кете береді де қайтып. Оны экскаватор қайтып қаза берді.
сонымен да болады, уақыт жоғалтамыз. Өзіңіздің жұмысыңыз несімен маңызды деп ойлайсыз? Важность нашей работы – это чтобы бесперебойно в каждом доме горел свет, чтобы люди вечером, возвращаясь после работы, чтобы свет горел, все работало. Я думаю, заключается в этом важность работы. Можно сказать, что сейчас без связи никак, можно сказать. Никто никому не позвонит. Мы даем интернет, предоставляем услуги интернета, услуги связи. Сейчас, мне кажется, хоть куда пойти, без интернета никакая работа не идет. Бұл жұмыстың ең жауапкершілігі басты. Оқушылармен жұмыс істейсің, мұғалімдермен, жұмысшылармен. Оқушылар таңғы 6:30-7-тен бастап мектепке қабылдай бастаймыз. Мектепті ашып қойып, балалардың келу кетуін үнемі бақылауда ұстап отырамыз. Енді өзімнің жұмысым несімен маңызды дейтін болсақ, біз мысалы халыққа су береміз. Су және жылу. Жылумен қамтамасыз етеміз. Бізде социальный объекттер бар, балабақшалар бар, және бала үйлері бар, детский дома. Солар шынына керек, жаурап қалмасын деп ойлаймыз ғой. Ертең және де қазақтың бір алтын сөзі бар, судың да сұрауы бар дейді. Енді өзіме осы жұмыс ұнайды. Несімен халықпен көп жұмыс жасаймыз. Болады, кейбір адамдар жөнді түсінбейді. Біздің жұмысымыздың кейбір мағынасын түсінбейді. Ойлайды, мынау су жай жерден шығып жатыр, оның сұрауы жоқ деп. Мен бір айтарым, болады, адамдар су алады, бірақ ақысын төлегісі келмейді. Ол еңбек біздің мынау жігіттердің еңбектері. Сол үшін біз судың ақысын аламыз, содан біз ер азаматтардың еңбектерін төлейміз. Бізде жаңа алдында айтып өткендей 18 құбырымыз бар. Сол әрбір 18 құбырда 2 оператордан бар жұмыскер. Олардың да еңбектерін біздің организацияларымыз төлейді. Және мына от жағушылар бар. 20 адам бар. От жағушы бізде 3 котельный. Әрбір еңбек иесі қоғамның ажырамас бөлігі. Қай салада жұмыс істесе де, әр адамның еңбегі ортақ игілікке қызмет етеді. Ең маңыздысы адалдық пен өз ісіне деген сүйіспеншілік. Біздің бүгінгі кейіпкерлеріміз дәл осы қасиеттердің үлгісі. Ендеше еңбекті бағалайық, еңбек адамын құрметтейік. Jamal and Ganja.